Сәлем достар, жылдам оқы дәрісінің 10-шы бөлігіне қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып фото жады. Фото жады дегеніміз не? Ол біздің көрген мәтінімізді, ақпаратымызды бір көргеннен ақ санамызға сақтап алуымыз, яғни памятқа сақтап алу, сосын кейін оны көзімізге елестетіп, соны кітап секілді оқып тұру. Осындай қабілет. Дәл осындай қабілетті меңгерген адамдарда болған, солардың бірі Имам Шафии. Имам Шафии деген ғалым, ол кісі кітап оқыған кезде бір қолымен кітаптың екінші бетін жауып тұратын болған, екінші бетін оқитын кезде кітаптың бірінші бетін жауып оқитын болған. Себебі ол кісі фото жады әдісін меңгерген, бірінші бетті жаттаған кезде екінші беті жатталып кетпесін деп екінші қолмен басып тұратын болған. Міне осындай, бұл сенуге тұрарлық зат тек қана көптеген еңбек талап етеді. Сонымен нақты қандай жаттығулар керек екеніне тоқталатын болсам, ол шырпы, яғни сіріңке жаттығу деп айтсақ болады. Сіріңке. Сіз қолыңызға ең алдымен екі сіріңкені алыңыз да, оң жаққа көзіңізді жұмып тұрып тастаңыз. 1 секунд қарайсыз да, екінші жаққа соның көшірмесін жасауыңыз керек. Үшеуін жасаңыз, төртеуін жасаңыз, бесеуін жасаңыз, солай көбейте бересіз де, керек болса 10-ға дейін жасаңыз. Сол кезде сіздің миыңыздағы және де сіздің көзіңіздегі бұлшықеттер осыған қатысып, яғни дұрыс жұмыс істеп өзінің потенциалын аша бастайды. Соның нәтижесінде сіз бір көргеннен фотоларды немесе тексттерді жаттап алатын боласыз. Ал екінші жаттығу бұл кішігірім тақпақтарды, яғни өлең шумақтарын қарап, яғни соны өзіміздің фото жадымызға сақтап, үйреніп бастау. Ең алдымен 4 қатар өлеңдерді жақсылап қарайсыз, бір 10-20 секундтай қараңыз да, сосын көз алдыңызда соны елестетіп, соны өзіңіз оқып көріңіз, кітапқа қарамай. Бұл олай жасауда ол біздің ең алдымен диагоналды оқу, тіркеспен оқу және де вертикалды оқу, сол жаттығулардың нәтижесінде келетін сондай бір артық қабілет болып табылады деп айтсақ болады. Және де біздің алдыңғы айтып өткен сіріңке жаттығуында өте көп жасаған осы жерде өзінің дұрыс әсерін тигізеді. Біз де осылай ұсақтардан іріге қарай көше беретін боламыз. 4 қатар жаттауды көріңіз, 6 қатарды көріңіз, 8 қатарды көріңіз. Солай өзіңіздің фото жадыңызды, яғни үлкете бересіз. Ақыр соңында келгенде өзіңіз сезген кезде кітапқа, яғни кірсеңіз болады. Кітапқа қарап, жасап көріңіз, қайталап көріңіз. Сізге міндетті түрде пайдасын береді деген ойдамын. Тағы да бір айта кететін бір жаттығу бар. Ол 1 минутқа өзіңіздің телефоныңызды таймерге қоясыз. Сосын оқып жатқан кітабыңызды бастайсыз. 1 минутта қай жерде аяқталады, дәл сол жерді белгілеп қоясыз. Ол жерге 1 деп жазып қоясыз. Одан кейін тағы да дәл сол текстті оқыңыз. Одан кейін тым болмаса 1 сөйлем артық оқуыңыз керек. Оны да белгілеп қоясыз. Одан кейін 3-ті жасайсыз, 4-ті жасайсыз, 5-ті жасайсыз. Сіз 5-ші жасаған кезде ең алғашқы оқыған текстіңізден тым болмаса жартысындай, яғни қосуыңыз керек. Бұл жаттығу да сіздің жылдам оқуыңызға көмектесетін ең пайдалы әдістердің бірі. Осы жаттығуларды көп қайталаңыз. Ендеше сау болыңыз.